Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге уәде еткенімде гармошка самсаның жасалу жолын, түю тәсілін көрсетемін. Біз алдыңғы жолы осындай керемет әрі ерекше шығатын самсаларды жасаған болатынбыз. Жоғарыға сілтемесін қалдырамын, міндетті түрде кіріп көріңіздер. Енді гармошка самсамызға оралатын болсақ, ұнымызды ыдысқа салып, оған сары май қосып, осылай жақсылап араластырамыз. Ұнымыз ұнтақ, яғни крошка күйіне ену қажет. Бөлек ыдысқа сметана, жұмыртқа, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға жаңағы дайын болған сұйықтықты саламыз да, барлығын бірге жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді ауа өтпейтіндей етіп пищевая пленкамен орап, холодильникке 20-30 минутқа қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша, самсаның ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Фаршқа ұсақтап туралған пияз, тұз, бұрыш және сұйық май қосамыз. Сөйтіп барлығын жақсылап араластырамыз. Міне салмасы дайын болды, осылай шықты. Енді қамырымызды алып жаямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны оқтауға орап, екі шетінен жинаймыз. Міне осылай қысып жинап алдық. Енді ақырындап қамырды ашып жаямыз. Енді ішіне салмамызды сала беруімізге болады. Осылай видеодағыдай орап шығамыз. Самсалардың араларын біріктіріп алып, пышақпен кесіп шығамыз. Екі шетін осылай қысып біріктіреміз. Самсаны айналдырып аламыз да, осылай тағы да екі шетін жақсылап қысып шығамыз. Міне біздің самсамыз дайын. Пешке салмас бұрын үстіне жұмыртқа жағып, мак себеміз. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын. Барлығы өте ерекше әрі дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер.